Тазартылған сарқынды сулар сақталатын Бөржа жинақтағышының айналасындағы экологиялық жағдай жақсаруда. Тоғанаған хлорелланың жаңа партиясы қойылды. Петропавл су зерттеу ғылыми-техникалық орталығынан Шымкентке 920 литр арнайы сұйықтық жеткізілді. Бұл 2004 жылдың басынан бастап өсірілген микроорганизмдердің 4-ші партиясы. Хлорелла тазартылған ағынды сулардағы қалдық зиянды заттарды жоятын микроорганизм. Бұл оттегінің көп мөлшерін бөледі. Сонымен қатар хлорелла балықтардың қорегі болып табылатын әртүрлі шаянтәрізділер үшін жақсы азық. Өткен жылы Бөржа жинақтағышына ағамұр және крестьян тұқымды шабақтары жіберілді. Балықтардың тіршілігі үшін тазартылған ағынды су қолайлы болуда. Балықтар ағынды сулардың тазалығының нәтижесі. Егер олар улы болса, бірден қырылып қалар еді. Жүйелі шаралардың арқасында су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әкімшілігі тазарту құрылыстары кешені мен Бөржа жинақтағышының айналасындағы экологиялық жағдайды жақсартуда. Жақын маңдағы тұрғын үй алаптарының тұрғындарына жайлылықты қамтамасыз ету үшін қомақты қаражат жұмсалуда. Ағынды суларды тазартуда жағымсыз иісті жою үшін қымбат компоненттер қолданылады. Мысалы, айдро өнімі, түрлі биологиялық қоспалар және хлорелла.